Қызылша құрамында көмірсулар, жасұнық, калий, кальций, магний, темір химиялық элементі және А, С, Е дәрумендері бар. Бұл дәрумендер көкөністі қайнатқан кезде өз күшін жоймайды. Қызылша шырыны қан айналым жүйесіндегі бұлшық талшықтарының санын көбейтеді. Сондай-ақ шырынның құрамындағы В дәрумені шаштың қалың өсуіне септігін тигізеді. Ал ішіңіз жиі қатып жүрсе, қызылша шырыны лезде көмекке келеді. Қан қысымы, зар айдайтын әсеріне байланысты қызылша шырыны қан қысымын төмендетеді. Іш қатуы, қызылшадан жасалған тағамдарды іш жүргізетін құрамдарға балама ретінде қолдануға болады. Баш жазу, қою қызыл көкөніс бауыр қызметін жақсартып, оны улы заттардан қорғап, организм зиянды заттарды сыртқа шығарады. Тұмау, қызылша қабынуға қарсы әсерге ие, сондықтан бұл көкөністің шырынын тұмау тигенде мұрынға тамызады. Сонымен қатар баспа, көмейдің қабынуы, жұтқыншақ қабынуы орын алғанда тамақты шаю үшін де қолданады. Ендеше пайдасы мол көкөністі тамақтану рационына жиі қосыңыз. Тамақтану тәртібін ұмытпаңыз әр күні. Достар, видео пайдалы болса, YouTube арнама тіркеліп, лайк басып, астына пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.